Армысыз көрермен, эфирде Жарайна жаңалықтары, студияда мен Мақпал Бақытбек қызы. Абай облысының әкімі Берік Уәли Бесқарағай ауданына жұмыс сапарымен барды. Аймақ басшысы бірнеше әлеуметтік нысандарды аралап, қазақы жылқының жаңа типін шығарған шаруа қожалығында болды. Облыс әкімі аудандағы жұмыс сапарын Бесқарағай ауылында жайлы мектеп бағдарламасымен салынған мектепті аралаудан бастады. 300 орындық білім ордасының құрылысы толық аяқталған. Оқу процесі биылғы оқу жылының 4-ші тоқсанында басталады деп жоспарланып отыр. Облыс әкімі құрылыс басқармасының басшысына жайлы мектеп бағдарламасымен бой көтерген мектептің құрылысын қатаң бақылауға алып, әр апта сайын жағдайды баяндап отыруды тапсырды. Құрылысқа тапсырыс берушіге ғимаратты барлық талаптарға сай қабылдап алуды жүктеді. Аймақ басшысы аудандық мәдениет үйінің жұмысымен де танысты. Облыс басшысына ауданда және инвесторлар есебінен жүзеге асыруды жоспарлап отырған жобалар туралы баяндалды. Олардың қатарында Бесқарағай ауылында 100 орындық балаларды дамыту орталығы, күнбағыс майын өндіретін зауыт, көппәтерлі тұрғын үй кешені, Белокаменка ауылында 50 орындық мектеп салу, Шошқалы көлінің туристік әлеуетін арттыру секілді жобалар бар. Аудан әкімі Бесқарағай ауылында ғимараттар тұрғызу үшін жаңа қазандық салу қажеттігін айтты. Семей қаласының қалалық мәдениет сарайында 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай арулар барда әлем көркем мерекелік концерті өтті. Салтанатты шараға қала әкімі Талғат Мұратов, қоғам белсенділері, түрлі салада еңбек етіп жүрген әйелдер және қала тұрғындары қатысты. Кеш барысында Талғат Мұратов қалаға сіңірген еңбегі үшін төсбелгісі мен Семей қаласы әкімінің құрмет грамоталарын табыстады. Кештің басты тосынсыйы қазақ эстрадасының танымал әншісі Ернар Айдардың әсем әндері болды. Сонымен қатар қала өнерпаздары өз өнерлерін ортаға салып, нәзік жандыларға ерекше көңіл күй сыйлады. Концерт соңында барлық әйелдер қауымына гүл шоқтары табысталып, мерекелік кеш шынайы құттықтаулар мен жылы лебіздерге ұласты. Келесі кезекте 11 наурызға арналған ауа райы легімен таныс болыңыздар. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.